Йоу, бәріңіздің достар, сендермен Energy. Бүгінгі видеода бәріңе рахмет айтқым келеді. Бүткіл қазақ мкпсінде мені қолдап келе жатқан балдарға, достарыма, родныйыма рахмет айтқым келеді. Бұл видео соңғы видео болып қалуы мүмкін. Даже мүмкін емес, айтамаймын. Мен де Қазымбада мкп, Қазымбада мкп деп 4 жыл уақытым өтті. 4 жыл ма 3 жыл ма уақытым өтті. мкп деп. Бірақ мкп маған түк алып келмеді. Мәселе пайдада. Мәселе бәрінде пайда. ютубқа неге адамдар келеді? ютубқа, жалғыз Майнкрафт емес, жалғыз Free Fire емес, ютубқа келеді. ютубқа ақша үшін келеді. Енді бұл өтірік емес, шындық нәрсе. Және де достар, бүгін видеода мен сол бәріңе рахметімді айтқым келеді. Мені осы уақытқа қолдаған роднойларыма. Мен осымен видеомды аяқтайтын шығармын. Менде уже нерв былай жетеді. Мойнынан асып басыма жетеді. Нервтан нерв қалмады ау. Балдар, бұл Майнкрафт деген, балдар, Майнкрафт деген жаман зат. Жаман зат демеймін, өзімді ойнадым. Базар жоқ, 4 жыл ойнадым. Маған да қиын Майнкрафтты тастап кету деген. Өкінішке қарай уақытым келді. Мінекей 16-ға толам скоро, Құдай қаласа. Тағы да рахмет айтамын. Тағы да рахмет. Мен де бұл өмірге келгеніме қуанам. Майнкрафтқа келгеніме қуанам. Бірақ бір жағынан өкінемін. Майнкрафтты тастап кету деген өте қиын. Майнкрафт өте қиын тастау. Кіру оңай, шығу қиын. Майнкрафт деп 4 жыл уақытым өтті. 4 жылдың ішінде біраз заттар көрдім, үйрендім, білдім. Бірақ өзіме кері зиян тиді. Ол жалғыз Майнкрафттың зат емес, ол телефонда әсері бар. Телефонда әсері бар дегенде кәчі бұлай. Мен бірінші очередь мен телосложение айырылдым. Бірінші көзден айырылдым. Екінші телосложение айырылдым. Үшінші памяттан. Память плюс понятие. Понятиядан айырылдым. Сосын соңғысы общение. Майнкрафтқа келсең базар жоқ, общениең ашылады, бірақ шынайы өмірдегі общениең құртылады. Телосложение. Бірақ бірінші көзім ол телефоннан кетті. Телефон көп қарағаннан кетті. Ал телосложением осы Майнкрафтқа келгелі бері құртылды. Мен телефон ұстап жүрсем де басында тренировка жасап анау істеп жүрдім. Бірақ қалай Майнкрафтқа келдім? Майнкрафтқа келіп жүргенде бірақ мен Bedwars'тен білмедім. Bedwars'қа қалай білдім, солай телосложением құртыла бастады. Сөйтіп жүргенде 3 жыл уақытым өтті. 3 жыл уақытта мен кәдімгідей біраз салмақ қостым. Және де бойым да өспей қалды. Бұған Майнкрафтта телефонда қатысы бар, жалғыз Майнкрафт емес. Менің өміріме білмеймін де қалдым бұд. Мен ютубтан Майнкрафттан кеттім жоқ, бірақ өкінішке қарай мен уже шыдай алмаймын. Майнкрафт — это моя жизнь, но пока. мкп. Қашанға мкп деп жүреміз. Көзді ашайық, достар. Көзімізді ашайық. Қатым бұд. Шынымен көзімізді ашайық отында. Отында блогерлікпен айналысқан дұрыс. Ең дұрысы. Бұлай айтсақ, Майнкрафтта ешкім алмады қазақ ютубында. Шалкерді кетеді скоро. Шалкерді мен пиар алған болатын.
шалкерді пиарын жасаса жасасын, жасамаса садақа ше. Көрсін өзі, білсін, көрсін. Мен де сол еріккеннен алған жоқпын ғой пиарды, даму үшін алдым. Солай, короче, мен МКП сау болуға активінде құлады, активін құлағаннан кейін болды ғой. Актив құлағаннан кейін бәрінде желаниясы кетеді. Мен бұл каналды ашпастан бұрын мен 1000 подписчикке жетем деп мақсат қойған болатын. Бірақ әттең мақсатыма жете алмайтын сияқтымын. Тез дамайын деп ойладым. Базар жоқ, тез дамып келдім де құладым, болды. Құладым болды емес, мен барымды салдым. 250-ге жеткен кезде барымды салдым. Мен 300 болған кезде конкурс ұйымдастырам дедім, керемет қылып, но болмады. Өкінішке орай. Конкурс атымен, Майнкрафт атымен бәрі бітті. Білмеймін, мен көреміз енді. Сіздер лайктан басып активті көтерсеңіздер, мен только BV клипс түсіретін жүрмін. Мен бұндай монтаждан көріп BV клипсқа көп монтажын құртам, көп уақытымды құртам. Егерде сол еңбекті бағаласаңыздар, мен ютубта қалатын шығармын. Так что осы видеоны қазақ МКП-сі дамысын десеңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Көп просмотр, көп подписчик, яғни 300-ге жетейік. Құдай қаласа сіздердің арқаңызда. Актив мощь, енді актив 40 лайк болу керек менде. Бірақ болмады, өкінішке орай. Білмеймін, не үшін екенін білмеймін. Мен негізі дамитын просто біздің ауылда киви кошелек жоқ. Жоқ болғаннан кейін ала алмадым. Менің ең басты минусым ол превью ғой. Басқасын бәрі топ. Ол превьюға қарамайды ғой, видеоның сапасына қарайды ғой. Видеоның өзіне қарайды ғой. Превьюден әтәсіленеді. Мен видеоны өліп талып сіздер үшін түсірем. Ол еңбекті бағаламайды. Енді достар, енді осы видеоға лайктыңыз басып, ана жерде отырыңыздар. Енді скоро күтіңіздер, BV клипс шығарам, BV клипстан дамысам. Только BV клипс түсірем, анда-санда андай осындай сөйлеп видео түсірем. А так BV клипс сіздер үшін барымды салып түсірдім болым, нервімді терететіп. Осының өзінде жаман нерв құрттым. Бұның нервный болған себебі ана премиум аккаунттың паролін ұмытып қалған. Енді бұл кодырчы қотақпыз. Кешірім сұрайын бұқтан үшін. Ал достар, сіздермен болған Energy Dasher бүгінгі видеода мен сіздермен бірге қош айтсам. Келесі видео көреміз, актив қандай болатын. Дамысам дамыдым, дамасам пока МКП. Енді уже уақытым бітті. Free Fire'дан видео түсіресің бе десеңіздер, жоқ, түсірмеймін. Ешқандай да түсірмеймін. Ютубтан бір жолда кетіп бардым. Ютубтан да, Майнкрафттан да. Білмеймін, Free Fire'дан бір нәрселер данатса, оны сататын тұрмын. Білмеймін, қызды көреміз. Ал, давайте вот.